Сәлем достар. Бұл видеода не себеп мақсаттарымызды қағаз бетіне түсіру керек және оны қалай дұрыс жазу керек ережелерімен бөлісемін. Армандарыңыздың орындалғанын қаласаңыз, онда міндетті түрде жазыңыз. Жазу техникасы 100% зерттелген және 100% жұмыс істейді. 1975 жыл Гарвард университетіндегі бітіруші бір курстың студенттеріне болашаққа мақсат жазыңдар және оның орындалуына жоспар жазыңдар деп тапсырма береді. Сонда 3% студент болашаққа мақсат жазыпты және жоспар құрыпты. 13% студент болашаққа мақсат қойған, бірақ жазбапты. Ал 84% студент ешқандай мақсат қоймаған. Әрине, мақсаты жоқ адам жазу да жазбайды. Араға 10 жыл салып, сол курстың студенттері қайта жиналады. Нәтижесінде, алдарында мақсаты бар 13% студенттер, алдарында мақсаты жоқ 84% студенттен 2-3 есе көп табыс тапқаны белгілі болды. Ал қалған 3% студент алдарында мақсат қойған, әрі оны қағазға түсірген студенттер қалған 97% студенттен 10-20 есе көп табыс тапқаны белгілі болды. Армандарды жазу бізге не үшін қажет? Біріншіден, армандарыңыз тез орындалуына ықпал етеді. Бұл жай ғана қарапайым техника болғанымен өте жақсы жұмыс жасайтын методика. Сіз қолыңызбен жазу жазып отырғанда, арманыңыз жайлы ойлай бастайсыз. Сіздің бар ойыңыз мақсатыңызда болады. Екіншіден, арманыңыз түп санаға орналасады. Ал түп санаға түскен арман тез орындалады. Қолмен жазғанда қолдың моторикасы жұмыс жасайды. Және сіздің санаңыздың назары жазған жазуыңызда болады. Санаңызда қарсылық болмайды. Осы сәтте жазған мақсаттарыңыз тікелей түп санаға түседі. Әрине, бұл жағдайда түп сана жұмыс жасай бастайды. Сол үшін мақсаттарыңызды, армандарыңызды міндетті түрде қағаз бетіне қолмен жазып түсіріңіз. Үшіншіден, өзіңізге не керек екендігін нақты біліп алыңыз. Кез келген арманды қағаз бетіне түсіруге болады. Бірақ ол сізге не үшін керек? Осыны біліп алғаныңыз жөн. Мәселен, сізге қала орталығынан 3 бөлмелі пәтер керек. Үйіңіздің қандай болғанын қалайсыз? Қанша бөлмелі? Көлемі неше шаршы метрді құрайды? Қай қалада орналасқан? Ол үй сізге не үшін керек? Өзіңіздің рахат өміріңіз үшін, немесе отбасыңызбен бақытты өмір сүру үшін болса, арманыңыз орындалуы оңай. Ал егер біреуге дәлелдеу үшін болса, онда арманыңыздың орындалуы екіталай. Осындай керемет техникамен кез келген арманыңызды орындай аласыз. Жазу сіздің қалауыңыздың жылдам орындалуына үлкен көмек. Арманыңызды жазу арқылы сіздің фокусыңыз сіздің қалауыңызда болады. Ал тартылыс заңы бойынша біз неге фокусымызды аударамыз, сол нәрсені өмірімізге тартамыз. Жай ғана сумкадан бастап, үлкен зәулім үй, жеке бизнес, үлкен сомадағы ақша, көлік, сүйікті жар, бәрі де орындалады. Бірақ өзіңізді сендіру үшін миыңыз сенетіндей, өзіңізге қажетті дүниені нақты анықтап алыңыз. Алғашында өзіңіз сенетіндей, жай ғана кішігірім арман мақсаттарыңызды жазыңыз. Мәселен, сумка, телефон, әдемі көйлек, қыстық тон, немесе жаңа жұмысқа орналасу сияқты қарапайым мақсаттарды жазыңыз. Мақсат жазғанда жіберілетін қателіктер. Мәселен, мен айына $1 миллион табыс тапқым келеді деп жазатын болсаңыз, біріншіден, миыңыз сенбейді. Екіншіден, тапқым келеді деген сөзді ми әлі жоқ ақшаны табу қиын, қайдан табамын деп ойлап қалады.
Ал егер менің 1 миллион теңге берекелі ақшам бар десеңіз, ми оған сенеді. Яғни, ақша тапқым келеді деген сөзбен ақшам бар деген сөзде үлкен айырмашылық бар. Енді өзіңізге 30 минут немесе 1 сағат уақыт бөліңіз. Сізді ешкім мазаламайтын жерде болғаныңыз жөн. Әдемі дәптер немесе блокнот және ручкаңызды алып, өзіңізге қажетті 30-40 арманыңызды дәптердің соңғы 5-6 бетіне әдемілеп жазыңыз. Жүрекке жағымды әдемі музыкамен және жақсы көңіл күйде болғаныңыз жөн. Арман мақсаттарыңызды жазғанда дәл қазіргі шақпен жазыңыз. Яғни, арманыңыз әлде қашан орындалып қойған сияқты жазыңыз. Орындалмай қала ма деген ойдан аулақ болыңыз. Әр жазған мақсат армандарыңыздың соңына сізде бар болғанына разы екеніңізді білдіріңіз. Мәселен, мен қала орталығындағы 2 бөлмелі немесе 3 бөлмелі берекелі, кең терезелі, өзімнің жеке баспанамда бақытты өмір сүріп жатырғаныма разымын. Арман мақсаттарыңызды жазып болған соң, оны ашпайтындай етіп, шетін желімдеп тастаңыз. Ал өзіңіз дәптердің 1-ші бетіне: Бисмиллахи-рахмани-рахим. Я Аллам, сенің разылығыңмен, сенің қолдауыңмен осы жасаған әрекетім хайырлы болып, жазған арман мақсаттарыма көркем түрде қол жеткізуімді нәсіп ет. Әмин деп жазып қойыңыз. Дәптердің 2-ші парағынан бастап, әр күн сайын числосын қойып, өзіңізге ұнайтын 10 аффирмация, 10 іс әрекетіңізге, жақсы күніңізге рахмет жазыңыз. Және күніге 1 адамға, өзіңіз ренжіген адамға жақсы тілек жазыңыз. Бұл сіздің мақсатыңызға деген әрекетіңіз. Бұл әрекетіңізді күн сайын жасап отырыңыз. Және де міндетті түрде медитацияны қоса жасаңыз. Мейлі ұйқыдан оянғанда, мейлі ұйықтар алдында. Енді өзіңізге ыңғайласып отырыңыз, немесе төсегіңізде жатыңыз. Құлағыңызға құлақ қабын киіп, көзіңізді жұмыңыз. Мұрныңызбен терең дем алып, аузыңыздан ұзақ шығарыңыз. Тағы да қайталаңыз. Алған ауаңызбен денеңізге таза энергия бойыңызға тарап жатқанын сезініңіз. Ауаны шығарғанда бойыңыздағы барлық уайымды, қорқыныштарды, керек емес ойлардың бәрін денеңізден шығарып тастап жатқаныңызды елестетіңіз. Денеңіз жеңілдеп, рахаттанып отырсыз. Менімен бірге аспан әлеміне саяхатқа шығуға дайын болсаңыз, менің әрбір айтқан сөзімді көз алдыңызға елестетіңіз. Бойыңыздағы құдірет энергиясы сіздің қолтығыңыздан жоғары көтеріп келе жатыр. Өзіңізді аспанға ұшып бара жатырғандай сезініңіз. Жоғары қарай көтеріліп келесіз. Көтеріліп келесіз. Міне, сіз ғажайыптар әлеміне келдіңіз. Кең, шегі жоқ аппақ, жап-жарық керемет. Ауасы тап-таза, кең алқап. Бұл жерде барлық кез келген армандарыңыз орындалатын әлем. Асықпаңыз, шаршағаныңызды шығарып, дем алып алыңыз. Айнала тамаша, алтын, гаухар,
Изумруд тастар сары, ақ, жасыл болып, жылтырап аяғыңыздың астында төселіп жатыр. Дем алып болсаңыз, орныңыздан жайлап тұрыңыз. Керіліп алыңыз. Көз алдында аппақ мәрмәрден жасалынған әдемі стол. Жанында алтыннан жасалынған, арқасы биік, патшалардікі сияқты тақ тұр. Стол үстінде алтыннан қапталынған хрусталь ыдыста сия. Оның жанында тауыс құстың ең әдемі қауырсыны жатыр. Қауырсынның әрбір талшығы бриллиант тастар мен гаухар тастар мен безендірілген. Аяғыңызды жай басып, әдемі қадамыңызбен столдың жанына жақындаңыз. Оң қолыңызбен столдың үстін сипап өтіңіз. Қолыңыз сезінсін. Сіз сезінген сайын миыңыз сеніп жатқанын ұмытпаңыз. Енді алтын таққа отырыңыз. Қандай керемет, жұп-жұмсақ, мамық. Тақта патшалар сияқты шалқайып отырыңыз. Енді үстел үстіндегі қауырсынды алып, алтын сияға батырып, ақ қағазға алтын әріптермен нақты 5 арманыңызды жазып қалдырыңыз. Жазған арман мақсаттарыңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Жазып болған болсаңыз, төменгі жағына қолыңызды қойып, қауырсынды қағаздың шетіне қойыңыз. Айналаға сүйсініп қараңыз. Рахмет айтқан сияқты қолыңызды көкірегіңізге қойып, басыңызды жай ғана иіңіз. Міне, сіз армандарыңызды ғажайыптар әлеміне жазып қалдырдыңыз. Бұл жерде Аллахтың қалауымен армандардың бәрі орындалады. Сеніңіз, сезініңіз. Қағазға не жазып қалдырдыңыз? Соны іштей қайталаңыз. Мен күте тұрамын. Өте тамаша. Сіздің арман мақсаттарыңыз түп сананың түбіне түсіп, сол жерге үлкен дән егіп қалдырдыңыз. Түп санаға түскен тұқым Аллахтың қалауымен міндетті түрде өсіп, үлкен баққа айналады. Бұл деген армандарыңыз орындалып, мақсатыңызға қол жеткізе аласыз.
Енді жер әлеміне қайта ораламыз. Сіз отырған орныңызда рахаттанып, денеңізді бос ұстап отырыңыз. Төбеңізден Алланың аппақ нұры құйылып жатыр. Төбеңізден құйылған нұр басыңыздан төмен қарай түсіп, аяғыңыздың саусақ ұшына дейін жетті. Аппақ нұр аяғыңыздың саусақ ұшынан қайта жоғары қарай көтеріліп, тобығыңыздан, тізеңізден, саныңыздан өтіп, бөксеңізге жетті. Басыңызға одан жоғары көтеріліп, төбеңізге Алланың аппақ кеңістігіне жетті. Осы аппақ нұрмен сіз де жоғары қарай көтерілдіңіз. Бұл жер аппақ ең таза, Аллахтың шегі жоқ кеңістігі. Таза ауа, таза аура. Айналада әсем гүлдер, құстардың әдемі үні. Төбеңізден күн нұры шуағын шашып тұр. Жағымды ес. Құлпына иісін сезініп көріңіз. Балаша қуаныңыз. Бақыттысыз. Еш нәрсені уайымдамайсыз. Сізде бәрі тамаша. Енді жайлап, көзіңізді ашыңыз. Сізде бәрі тамаша. Құттықтаймын. Сіз мақсатыңызға үлкен қадам жасадыңыз. Қымбатты достар, бұл медитацияны жиі жасап жүріңіз. Видеоға лайк басып, комментарийге жақсы тілек қалдырыңыз. Жақсы тілек өзіңізге жақсылық болып оралады.